Ерсай келгенде чұққым осындай қалыңырақ таяқ өтпейтін сымдарды киіп тұрмасам. Тәттияға түскенде таяқ жыққа жүрмейіне. Міне 35-тен қалқым мына сымдарды 25-тен қып берейінші. Міне үлкен кішісі бар. Жаху жароң. Міне көрдіңіздер ма? 25-тен осындай іші қалың жаху жароң мына сымдар қалқым. Өнен кейін мына сымның бір ерекшелігі қандай десеңіз, әлгі бір қарны қапақтай, көзі бадырайған бір киім кисе қарнына сым тоқтамайтын әпекесіңдер тура ішқырын байлап отырып кесіздер, бірау сөзбен айтқанда міне сымы тоқтамай белінен арғай түс қалатындарыңыз бар ғой. Оның кейін мына Барқытты да 25-тен қып берді. Мен сейсенбі күні бұйырса Гуанчжу Панчжу деген жерге барамын, ішкерге заводқа. Мына үстімдегілерді 45-тен қып береме, қалқы мына кішіп алғанымды. Мына сымды жақсы көргендерге жібек лохаба екені арзан қып береме, мына жүң жібек лохаба. Өнен кейін мына Барқытты 25-тен, қыздар мына сөкіне яңмауды 35-тен. Міне көрдіңіздер ма? 35-тен. Менің ана арықта қалғанымды байқамадыңыздар ма? Ерекенке қаса бір-екі мұшатып, ар-бері олақшыдан ба деп күнде машық қып жатырмын әзірше. Мына юндыңларды киіп, сонымен бірталай арықта қалдым әзір міне. Көрдіңіздер ма? Әлгі адамның дұшпаны болғаны жақсыча. Бір адамнан әлгі біз әдетте біреуден ұят болады деп жасанамыз, әйтеміз, бүйтеміз. Сол енді ерекенге қалама деп дайындық қып жүріп, мен денсаулығым күшейіп бара жатыр, машық қылып. Одан кейін сол ерекенге қалса бір белогым толық болсын, шашылып жатпайын деп 85-ке 3 құты мына белок талқаны қалқым. Белогі толық адам зады семірмейді. Мен сіздерге айтайын. Осы мәселен опық-шаш адам мен әзір ашқанаға кірем, жанында бір көтерем сүйекпен тергілініп қалған бір досым бар. Жамені мен жеп алады, ештеме көрмегендей. Мен әлгі бір тақсы тамақты ойланып, 5 ойланып, 40 толғап, 2 шайнап, 1 жұтып, әрең жеймін да, семір кетем ба деп. Әмәлиятта ана адам семірмейді. Неге десеңіз, ананың денесінде белок толық қой, дереу майыпты паршалап тұрады ғой, энергияны майғайландырмайды. Ал мен кіші жеген лағманымды дереу энергияға оны майғайландырады, белок жоқ. Оған қарсы тұрып бүйтіп, мен паршалап ететін. Сондықтан бұл белок талқаны дегенді 3 уақыт жеуді ұмытпаңыздар, қалқым. 3 уақыт болмаса да таңғы аста 1 уақыт жеп беріңіздер, түсте 2 уақыт. Өніңе бұл белектен басқа және бір белек бар. Ол не десеңіздер, бұл гайтешін белок деген. Бұл 55-ке 1 құтыда. Бұл белек қайтеді десеңіздер, қаназ. Дене қуат әлсіз, осы қымырап кетті, шылқа терлеп, қуаттан ештеме жоқ. Зады өмірінде күнде ашаршылықта жүргенде фу десеңізде ұшатындай қуаты жоқтарға ерекше пайда қылады, қалқым. Соған бұл денсаулық сақтау өнімдері дәрі емес. Мынаны ауру адам, сау адам, әпірес адам, енді әпірес болатын адам, әрқандай адам іше берсеңіз, мама еміп жатқан, чупок шүтіп жатқан бопалардан тартып, әзірге төсек тартып жатқан адам кешер іше берсеңіз, залалсыз ұқтыңыздар ма? Мына сымдарымды 35-тен қимыл қылып бердім ғой, қалқым сіздерге, міне көрдіңіздер ма? Мынаның сапасын яңмау, мына үлкен кішісі бар. Міне.